Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Шекара жабылады. МКК қазақстандықтарға ескерту жасады. Көліктер мен жүктер өткізілмейді. Тәуелсіздік күні және жаңа жыл мерекесінде Қазақстан мен Қытай шекарасындағы көлік өткізу пункттері жабылады деп хабарлады Мемлекеттік кірістер комитеті. МКК қазақстандықтарға ауа райы жағдайын ескеріп, жүк тасымалдау маршрутын алдын ала жоспарлауға және өткізу пункттеріне брондалған күні келуге кеңес берді. Бұл шекарада көлік кептелісін болдырмау үшін маңызды. Қазақ-Қытай шекарасындағы пункттер арқылы жүк көліктерін өткізу карго рұқсат автоматтандырылған электронды кезек жүйесі арқылы жүргізіледі. Екі мемлекет арасындағы келісімге сәйкес 2023 жылғы 16-17 желтоқсан тәуелсіздік күні және 2024 жылғы 1-2 қаңтар жаңа жыл мерекесіне байланысты Қазақстан-Қытай шекарасындағы көлік өткізу пункттері жұмыс істемейді. Бұл күндер адамдар, көліктер мен жүктер шекарадан өте алмайды. Бірақ Қазақ-Қытай шекарасындағы темір жол өткізу пункттері штаттық режимде жұмыс істейді деп жазылған хабарламада. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті ету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.